Ассаляму алейкум рахматуллахи баракату. Сестры, продолжим наши уроки. Бисмиллахи алхамдулиллахи нахмаду настагину ва настагфируху. Ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайyiati a'malina. Ман яхдихилlahu фала мудилля лаху ва ман юдлил фала хадия лаху. Ва ашхаду ан ла илаха илляллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Бізде шархтың 23-ші бетіне келдік. Так, шархтың шарх бойынша 14-ші сабаққа келдік. Бұл 14-ші сабақта идофатул асма иля дамиройил мухатабина вал мутакаллимина деген тақырып екен. Идофа, исімдердің идофасы, то есть исімдер идофа құрады дамирлермен дейді. Екі дамирмен, ол мухатаб және мутакаллимнің көпше түріндегі, көпше түріндегі, мысалы, жекеше түріндегі, мысалы, исму, исми, мысалы, немесе исмука, мысалы, сол сияқты болды ғой, жекеше түрде айтқанда. Ал көпше түрде уже басқаша, көпше түрде өзінің дамирлері болады екен. Соларды бізге не берген бүгін? Әл-идофату иля дамирил мухатабина. Мухатабина деп айтуы, көпше түрге айналдыруы, именно мухатаб десек, уже жекеше түрде кететін еді. Мухатабуна негізі, уна деп жаңағыдай жаму музаккар сәлем құрастырып тұр ғой. Бірақ мына жерде идофа болғасын, мына сөздің өзі, идофада мынау мудофун илейхи болып тұрғасын, мухатабина деп яға айналып кетіп тұрды. Сонда көпше түрдегі екінші жақтың дамиріне идофа құруы. Аллаху роббукум, Аллах сендердің раббыларың деп тұрды. Роббукум, кум деп, роббука десе сенің болатын еді, ал сендердің уже кум болады. Ан-набию Мухаммадун саллаллаху алейхи вассалям, набиюкум, сендердің пайғамбарларың деп тұр. Ал-исламу динукум, сендердің діндерің деп тұр. Ма луғатукум, сендердің тілдерің қандай деп тұр. Айна мударрисукум, сендердің мұғалімдерің қайда дейді. Байтукум джамилун, байтукум джамилун, сендердің үйлерің әдемі дейді. Енді бұл екінші жаққа. Бірінші жаққа арналған ол әл-идофату иля дамирил мутакаллимина, Аллаху роббуна, Аллах біздің раббымыз, набию Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, набиюна, біздің пайғамбар, біздің деген на деген, әл-исламу динуна, біздің дініміз. То есть яул мутакаллим бірінші жақта жекеше түрге айтылса, бірінші жақта көпше түрге уже на. Бұл нәнің аты нәл мутакаллимина деп аталады. Бұл нәнің аты нәл мутакаллимина. То есть бірінші жақтың нәсі деп аталады. Нәл мутакаллимина. Нәл мутакаллимина. Шатастырмаймыз, кейбіреулер нәу деп атады. Нәул мутакаллимина деп атады. Ол қате. Нәл мутакаллимина. Нә. Мынау нә ғой, мынау айтып тұрғанымыз нә. Нәл мутакаллимина. Бірінші жақтың нәсі деп айтылады сөзі, соны ескереміз. Сонда, так. Әл-идофату иля дамирил мутакаллимин, Аллаху роббуна, әл-исламу динуна, әл-луғату арабияту луғатуна, біздің тіліміз дейді. Айна мударрисуна, біздің мұғалім қайда. Байтуна джамилун, байтуна джамилун дегенді білдіреді екен. Біздің үй әдемі. Енді роббукум, әрине бұл идофа, роббу мудоф, кум мудофун илейхи, және роббуна, роббу мудоф, нә, жаңағы нәл мутакаллимина, мудофун илейхи болады екен. Осы байтукумге, мысалы, джамилун деген сөздің еғробын алып кететін болсақ, байту отдельно алынады, мубтада марфуғун ва аламату рофхи ад-домма ва хуа мудоф болады, ва хуа мудоф. Кум, оған сразу мудофун илейхи деп айтпаймыз, дамир муттасил деп айтамыз. Ол кәдімгі дамир муттасил мабниюн аля сукун фи махалли жар мудофун илейхи болады екен. Фи махалли жар мудофун илейхи болады. Түсінікті ма? Фи махалли жар мудофун илейхи. Джамилун оның хабары болады екен.
бәйтукум дегенді иғрабын осылай айтылады екен. Бәйтуна деген тоже оңай. Бәйтуна дегенде бәйту бізде мубтада марфуғун ва аламату рафхихи ад-домма ва хуа мудоф. Ва хуа мудоф. Нә деп айтуға болады просто. Мысалы, неге просто нә деп айтамыз? Неге просто нә? Мысалы, мин, фи деген екі әріптен тұратында мысалы сөздер бар ғой, екі әріптен тұратын. Без проблем екі сөз екі әріптен тұратын болса, сөздің өзін айтуға болады произношениесімен ше. Нә деп мысалы фи деп айтып жүрдік, мин деп айтып жүрдік, мысалы тағы не хә деп айтып жүрдік, дамир хә мысалы, үшінші жақтың женский родына хә деп айтуға болады, То есть екі әріппен келетін болса, сөздің өзін по произношению айтуға болады. Ал егер бір әріп келетін болса, мысалы уә деп айтпаймыз біз. Уә деп айтсақ дұрыс емес. Мысалы ху деп айтсақ тоже болмайды, олай дұрыс болмайды. Оны уже алфавиттегі атауына байланысты айтамыз. Уже әл-вау, әл-хәу деп, әл-хәу деп, әл-хәу оның атауы кәдімгі алфавиттегі әл-хә әрпінің. Түсінікті ме? Ал мына жерде нә деген екі әріптен тұрғандықтан тоже без проблем өзінің произношениесімен айтуға болады екен. Нә деп айтуға болады, немесе толықтай нәл мутакаллимина, жаңағы айтқандай нәл мутакаллимина деп айтуға болады. Оны дамир, муттасил, мабниюн على السكون في محل جر مضاف إليه болады екен. Түсінікті ме? Бәйтуна жамилун, бәйту мубтада ва хуа мудоф, на мудофун илейхи, жамилун оның хабары болады. Бұл түсінікті ғой? Түсінікті. Нәл мутакаллимина, бұның произношениесін есте сақтайық иншалла. Ешқандай нәл мутакаллимина емес, себебі кейбіреулері оны шатастырады. Мысалы, тә деген әріп бар ғой, ол тә әріп, ол тә-ұн, негізі тә-ұн. Сол тә-ұл фағил деп мысалы айтып үйренген ғой, тә-ұл фағил деп айтып үйренген. Сол сияқты бұналарды нә-ұл деп айтады, тә-ұ деген сияқты. Тә ол тә әріпі, ол тәнің атауы сондай, тә-ұн деген сияқты. Сондықтан оларды шатастырмаймыз, сөздер. Так, әрі қарай дамирул жамғи лил мутакаллим. Енді жаңағы біздің алғандарымыз дамирлер, олар муттасил болған еді, сөзбен бірге қосылып жазылған еді. Енді дамир мунфасилдер. Ол қалай? Мысалы, роббукум, мысалы, роббуна дегенде біздің, сендердің деген сияқты мағынаны беретін болса, ал біздер, сіздер деген сияқты, сендер деген сияқты мағына, онда уже дамир мунфасилмен келеді екен. Мысалы, бірінші жаққа біз деген сол нәхну болады. Нәхну муслимуна, біздер мұсылмандармыз. Нәхну мухандисуна, біздер инженерлеріміз. Нәхну хафадатул мудири, біздер жаңағы директордың жаңағы внуктарымыз, немерелеріміз, немесе хафадату деген көмекшілер деген мағынаны беріп тұрады. Дамирул жаму лил мухатаб, екінші жақтың дамирі және көпше түрге арналған. Олар әнтум. Әнтум ол жаңағы мужской родқа арналған сөздер. Әнтум. Ал әнтунна дегендер олар женский родқа арналған. Мысалы, әнтум муслимуна десе, жағы бізде сендер мұсылмандарсыңдар деп аударылады. Әнтум мухандисуна, сендер инженерлерсіңдер. Әнтум хафадатул мудири, сендер директордың көмекшілерсіңдер ма дегенді білдіреді. Енді бұл жерде нәхну мухандисуна деген мысалға бойынша айтатын болсақ, иғробын, кәне нәхну, оған дамир мунфасил деп айтылады, дамир мунфасил деп аталады. Себебі ол бөлек тұрған дамир. Мабниюн аладдом фи махалли роф мубтада болады, фи махалли роф мубтада болады. Мухандисуна, мысалы, сол сөйлемді қарастырсақ, ол хабар марфуғын ва аламату рофхихи әл-вау болады, ниябатан анид доммати, неге? Лианнаху минал лианнаху, қалай айтамыз? Жамғу
музаккар сәлим дейміз, иә, жаму музаккар сәлим. Себебі бұл сөз мухандисуна деген сөз жаму музаккар сәлим түрі, иә. Олар харакатқа емес харфке септелетінін білеміз, иә. Харакатқа емес харфке септелетінін білеміз. Сондықтан оның роф екенінің белгісі мына жерде тұрған вау. Вау оның роф екенін білдіреді. Солай емес па? Ниябатан ани домма деген домманың орнына дейді, иә. Сосын себебін түсіндіреді. Аннаху жаму музаккар сәлим деп себебін түсіндіреді екен. Осыны тоже есте сақтаймыз. Дәл солай әнтум, муслимуна, мысалы әнтум, ол дамир мунфасил, мабниюн али сукун фи махалли роф мубтада болады. Түсінікті ма? Муслимуна дәл осылай жаму музаккар сәлим болғандықтан тоже әріпке септеледі, харфке септеледі. Әрі қарай әмсила фи айи шариғин байтукум. Қай көшедені, фи айи деген, айю деген тақырып, не біздің келесі тақырып, иншаллах. Қай көшеде сендердің үйлерің дейді. Байтуна фи шариғиллази амамал махкамати. Біздің үйіміз соттың алдындағы көшеде дейді, байтуна. Әнту мударрисуна ла нахну атибба. Сендер мұғалімдерсіңдер ма? Жоқ, біздер врачтармыз дейді. Ана мударрисун, ол жекеше түрде. Нахну мударрисуна, көпше түрде біздер мұғалімдер деп айтылады. Ана мударрисатун женский родта айтылса, нахну екеуіне бірдей жүреді. Женский родқа да, мужской родқа да бірдей жүреді. Сонда нахну мударрисатун болып шығады. Сонда нахну мударрисатун деген сөйлемде уже чисто тек қана әйел адамдар туралы айтып жатқан білдіреді. Біздер мұғалім әйелдерміз деп айтып тұр да, ешқандай ер адам жоқ бұл жерде. Анта табибун жекеше түрде, антум атибба көпше түрде. Анти, анти табибатун, сен врачсың. Яғни антунна табибатун, сендер врачтарсыңдар деп, антунна деген дамир бұл жерде көпше түрге женский родқа арналған. Антум, сендер мужской родқа арналған, иә. Так, ары қарай. Айю деген тақырып. Айю бізде исім истифхам дейді. Біз білеміз, истифхам екен, сұрау, және сұрау есімдігі. Айю, қай дегенді білдіреді. Қай дегенді білдіреді. Который, какой дегенді білдіреді. Қай, қайсы дегенді білдіреді. Лил ақыл ва ғойрил ақыл. Ақылдыларға да, ақылсыздарға да қолданылады. Валисмул лази ба'даху мудофун илейхи. То есть, просто қай деген сөзді айтсақ, біз түсінбейміз, иә, қай, не қай? Қай үй ма, қай студент па, қай бала ма, қай машина ма, непонятно. Сондықтан просто айю деген өзі жүрмейді да. Просто жүрмейді. Обязательно одан кейін мудофун илейхи тұрады. Алисмул лази ба'даху мудофун илейхи деп тұрғаны, одан кейінгі келген исім обязательно мудофун илейхи касрамен жүреді. Түсінікті ма? Касрамен жүреді. Обязательно соны ескереміз. Потому что просто айю десек, қай, не қай? Мысалы, қай кетті, қай кірді, қай не кірді, қай кім кірді, мысалы. Да, непонятно. Сондықтан өзінен кейін осындай неде ол жаңағы қажет етеді, өзінен кейін мудофун илейхиді қажет етеді. Және айта кететін нәрсе, айю деген сондай исім истифхам, исім дегесін оның уже махал бар, иә, иғропта оның орны бар, бірдеме болып табылады да. Сондықтан айю ол жаңағы мубтада болуы мүмкін, ол басқа бірдеме болуы мүмкін, обязательно оның махали болады, сестры, иә. Тағы да айта кететін нәрсе, айю сондай исім истифхам, сестры, да, который мабни емес. Мысалы, мабни ғой, бәрі да бізде истифхамдардың бәрі мабни, иә. Мысалы, айна, мата деген сияқты, қайда, қашан деген сияқты, барлығы олардың мабни болып келетін. Олар түрлері өзгермейтін да, қатып қалған сол күйі келетін. Ал айю деген бізде өзгереді, муғраб болып есептеледі. Муғраб деген сөз ол кез келген харакатын, соңғы харакатын өзгертетін, положениесін өзгертетін сөздер, иә, муғрабтер. Ол не? Айю бола алады, ол даммамен керек болса, да, сөйлемде қандай орын алып тұрғанына байланысты. Айя болуы мүмкін, айи болуы мүмкін. Мысалы, харф жардан кейін келсе, фи айи шариғин, сенің үй, сен жаңа байтука, мысалы, сенің үйің қай көшеде, да, просто қай көше емес, қай көшеде деп айтқасын, бұл же фиді қосуымыз керек. Фи айи шариғин деп айтамыз. Сонда фи харф жар болғандықтан айи деп бізде жаңағы не болды, мына жерде
фи айи деп бізде кәсір алып тұр, себебі алдында фи келген, түсінікті ма? Сонда айюды біз білеміз, ол муғраб, исм истифхам, сондай ол муғраб. То есть ол харакатын өзгерте береді, кәдімгідей тікелей өзгерте береді, түсінікті ма? Тікелей өзгерте береді. Сондай бір өзі ерекшелігі бар. Мысалы, әл-ғақилға мысал, айюттуллаби хараджа. Аттуллаби бұл жерде кәсірәме тұр, мудофун илейхи болады. Айюттуллаби хараджа. Қай студенттер шықты? Қай студенттер шықты? Айюкум захаба фил мусташфа. Сендердің қайсыларың дейді? Айюкум. Сендердің қайсыларың? Захаба илал мусташфа. Больницаға бардыңдар дейді. Гойрул ақыл. Айю куллиятин хазихи. Айю куллиятин хазихи. Мынау қай факультет дейді? Куллия деген факультет. Айю куллиятин хазихи. Мынау қай факультет дегенді білдіреді. Айю шахрин хаза. Айю шахрин хаза. Мынау қай ай дегенді білдіреді. Қай ай мынау? Фи айи мадрасатин анта. Сен қай мектептесің дейді, Мин айи баладин анта. Сен қай елденсің дейді, Мысалы, фи айи болса, фи айи мадрасатин болса, қай мектептесің, Ал мин айи баладин болса, сен қай елденсің, Мысалы, сондай фи мин деген мағынасына қарай келіп тұрады, жазылуға болады. Айю яумин хаза. Мынау қай күн, Хаза яумус сабти. Мынау суббота күні. Айю куллиятин хазихи. Мынау қай факультет дейді? Хазихи куллияту шариати. Бұл шариғат факультеті дейді. Байқасақ, сөздер айюдан кейін көбінесе бізде сөздер накира күйінде келеді. Неопределенный күйінде келеді. Неге? Потому что сұрап жатқанда, білмей сұрап жатады, мысалы, қай ай екенін, қай факультет екенін, сондықтан неопределенный қылады да, мағынасы жағынан, түсінікті ма? Мағынасы жағынан неопределенный қылып тұр, белгісіз, білмей тұр өзі. Сондықтан да сұрақта мынандай накира түрінде келуі орынды, түсінікті ма? Накира күйінде де келеді. Фи айи мадрасатин, сен қай мектептесің? Ол білмейді, ол конкретизировать етіп тұрған жоқ мектепті. Сондықтан да осындай накира түрінде келетінін ескереміз, түсінікті ма? Көбінесе солай. Так, фи айи махадин анта. Сен қай институттасың? Ана фи махадил лугатил арабияти. Мен арабский язык факультеті, институтындамын дейді. Мен айи баладин анта. Сен қай елденсің дейді? Ана минал жазаир. Мен Алжирденмін дейді. Осындай айюдың моменттері болады. Айюдың игробы пока бірінші томда алынбайды, оларды иншалла жоғары кітаптарда аласыңдар. Пока просто ескеретін нәрсе, то что ол муғраб екені, ол деген тікелей харакатын өзгерте алатынын ескеру керек. Және мағынасын білу керек, әрине. Так. Сен қай машинадасың? Мысалы, біз қалай сұраймыз? Сен қай машинадасың? Адам іздеп жүр бір-бірін. Сен қай машинадасың? Сен қалай сұрайсың? Фи айи сайяратин анта. Мысалы, немесе анти. Фи айи сайяратин анта. Сен қай машинадасың? Мысалы, фи айи. Сол сияқты сөздері оңай жаңағы сөйлемдерді, қарапайым сөйлемдерді өздерің ойластыруға тырысыңдар. Әрі қарай дамирул мухатабил муттасил бил фиғл дейді. Бұл иншаллах бізде фиғлдермен байланысты тақырып болайын деп тұр. Иншаллах соңында біз қарастырамыз қазір. Бізде мына жерде шашыраңқы келіп тұр, қай сен кеттің, мен кеттім, мен бардың, сен бардың, сендер бардыңдар, әр түрлі, оны иншаллах қазір жинақтап бір схемаға өткенімізді білесіңдер, кіммен мен өтті, олар біледі. Соны тағы бір схемаға жинаймыз, тағы да жинақтаймыз. Потому что ол схема сондай ыңғайлы, соны жаттап алсақ, иншаллах, әр жақты уже ойша білетін боламыз біздер. Сөйлемді құрастыруға, өзіміздің ойымызды дұрыс айтуға, дұрыс жақты пайдалануға, именно дұрыс форманы қоюға, иншаллах, сол жақсы көмектеседі. Аль-муфрадул музаккар захатта харачта. Сен бардың, сен шықтың. Аль-муфрадул муаннас.
женский родта жекеше түрде захабти, харачти, ты ушла, немесе ты пошла, ты ходила, харачти, ты вышла дегенді білдіреді. Женский родқа арналған, иә. Ал жаму музаккар захабтум, харачтум дегенді білдіреді сөздері. Мысалы, бәріне та, мысалы ту деп айта берсек, оның барлығы шатастырылады, иә. Қай жаққа айтып тұр, кім кетті, кім шықты деген сияқты, иә. Сондықтан да мынандай қосымша әріптер кейбір жерде қосылады иншаллах, оны қазір қарастыратын боламыз. Мысалы, захабтум, харачтум дегенде сендер кеттіңдер, сендер шықтыңдар дегенді білдіреді мужской родқа. Ал захабтунна, харачтунна дегенді шаддаланған нунды бізде женский род үшін қосады екен, иә. Көпше түрде женский родта сендер бардыңдар, вы ходили, жаңағы женщинаға арналып тұр, иә. Харачтунна, сендер шықтыңдар деп әйелдерге қатысты айтылып тұр екен. Так, ары қарай, анта захабта илал маххади, айна захабта, сен институтқа бардың, сен қайда бардың? Айна захабта, лимаза харачта, не үшін шықтың? Лимаза деген не үшін? Анти захабти илал маххади, сен институтқа бардың. Айна захабти, сен қайда бардың? Лимаза харачти, сен не үшін шықтың дегенді білдіреді. Антум захабтум илал маххади, сендер институтқа бардыңдар. Айна захабтум, сендер қайда бардыңдар деп уже мужской родтан сұрап тұр. Лимаза харачтум, сендер не үшін шықтыңдар дейді, иә. Айна антунна захабтунна илал маххади. Антунна захабтунна илал маххади, сендер жаңағы институтқа бардыңдар деп әйелдерге айтып тұр. Айна захабтунна, сендер қайда бардыңдар? Лимаза харачтунна, сендер не үшін шықтыңдар дейді. Енді бұл жерде айта кететін нәрсе захабту деп. Мысалы, та деген әріп бар, иә, та деген әріп бар. Ол кейбір уақытта фатхамен, кейбір уақытта даммамен, кейбір уақытта касрамен жүреді, фиғылге қосылған күйінде, иә. Бұл та-ул фағыл деп аталады. Себебі бұл та фағыл ролінде жүреді, тек қана фағыл болып жүреді, да? Фағыл. Сондықтан оның аты та-ул фағыл. Фағыл тәсі былай айтқанда. Себебі ол тек қана фағыл сөздері. Сондықтан ту десек, захаб ту десек, мен дегенді білдіреді, иә. Захаб та десек, сен дегенді білдіреді. Захаб ти десек, сен дегенді білдіреді әйел адамға, иә. Сосын захаб тум деп мим қосылса, захаб тум десе, ол уже мужской родтан білдіреді, иә. Ал мимнің орнына нун қосылса, шаддаланған, захаб тунна, ол уже женский род көпше түр екенін білдіреді, иә. Сондықтан туға шатастырылмас үшін, мынау жекеше түрде айтылып тұр ма, көпше түрде айтылып тұр ма, әйелдерге қатысты ма, ер адамдарға қатысты ма, сондықтан мұндай харфтар, қосымша харфтар қосылады, түсінікті ме? Сондықтан захаба дегенде мынау фиғыл, мына жерде туды енді біз бір әріп өзі болғандықтан, мен просто қысқаша айтып тұрмын ғой қазір. Бірақ біздер ту деп айтпаймыз, иә, ту деп айтпаймыз, та-ул фағыл, оның аты әтта, мысалы, или просто әтта деп жаңағыда алфавиттегі атауын айтамыз. Бұл жердегі ту, міне мына жерде қысқаша көрініп тұрған бізге, ол фағыл болып есептеледі сөздері. Захабтум дегенде захаба фиғыл, тудың өзі фағыл, мына мим жаңағы біз айтқандай аламатул жамғил музаккар, мужской родтың көпше түрінің белгісі. Мужской родтың көпше түрінің белгісі ретінде тек қана қосылып айтылған. Болды, ол харф. Ешқандай несі жоқ. Тек қана бұсындай бір мағына береді, түрінен бізге білініп тұрады. Я захабтум, сендер бардыңдар, мужской родқа арналған. Захабтунна, захаба фиғыл, ту деген тағы да фағыл. Сосын бірақ нун шаддаланған, нунул мушаддада деп аталады, ол аламатул жамғил муаннас, ол көпше түрдің женский родтың белгісі ретінде қосылады. Әна захаба болмайды дейді. Неге? Себебі захаба деген фиғыл, ол хуа дегенді подразумевать етеді. Хуа дегенді меңзейді. Түсінікті ма? Хуа, захаба деген хуа деген мағынаны береді сөздері. Әна захабту. Әна десек, захабту болады, даммалы болады. Антум захабу болмайды дейді. Неге? Антум десек, уже сендер дегенді білдіріп кетеді. А захабу бұл же вауыл жамаға қосылғанда олар дегенді білдіреді, солай ғой. Антум захабтум болады екен. Антум захабтум.
Антунна захабна болмайды дейді. Неге? Захабна десек, біздер уже нуну нисуа қосылған фиғылге, ол нуну нисуа олар хунна дегенді білдіреді, я? Хунна. То есть олар дегенді білдіреді. Олар захабна, олар кетті. Ал антунна дегенге біздер захабтунна деп айтамыз. Захабтунна деп айтамыз екен, түсінікті ме? Қазір бұған ораламыз иншалла. Қазір шархты бітіріп тастайық. Осыны ораламыз фиғылдерге. Әл-ғаламул әғжами. Әл-ғаламул әғжами бұл әл-ғалам деген сөздері атау. Атау, кәдімгі атаулар. Конкретный атаулар, мысалы, Ақтөбе, Атырау деген сияқты, я? Әл-ғалам, мысалы, Мұхаммад, Фатима деген сияқты конкретный атаулар, өзен, су аттары, былай айтқанда жалқы есімдер. Әл-әғжами ол шет тілінен, шет тілінің вообще былай айтқанда шетел аттары, шетел атаулары, то есть арабский емес та. Осы шетел атаулары, сөздері, ля юнауану дейді. Науана, юнауану деген тәнвинделу деген мағынаны білдіреді. Тәнвинделу. То есть тәнвинді қабылдау. Тәнвин қойылу. Енді ля юнауану деген тәнвин қойылмайды дейді. Тәнвинделмейді бұлар. Мына шетелдік аттар, шетелдік атаулар, түсінікті ма? Ля юнауану тәнвинді қабылдамайды. Ол тәнвинді қабылдамайтын сөздер бір топталады, ол мамнуғын минас-сарф деп аталады, я? Бір топталады, ол мамнуғын минас-сарф деп аталады. Бұл мамнуғын минас-сарф тақырыбы әрине біздің мына кітаптың соңында. Иншаллах оларда өтеміз. Ибрахиму, Яқубу, Джибрилу, Микаилу, Уильяму, Ляндану, Пакистану деген сияқты атаулар конкретне қала, су аттары кезелген. Адамның аттары, мысалы, шетелдік болса, олар тәнвинді қабылдамайды дейді. Осы атаулардан біз көріп тұрмыз, я, олар жаңағы шетелдік аттар екен. Ибрахимун деп айтылмайды, Уильямун деп айтылмайды дейді. Бұл араб тілінің грамматикасы бойынша айтылатын нәрсе. Түсінікті ғой? Енді иншаллах біздер мына фиғылдерге келіп оралайық. Фиғылдердің таблицасын бір жазып алайық, я? Фиғылдердің таблицасы, қане білетіндерің маған еріп айтасыңдар. Мысалы, оны былай айтып кететін болсақ, сөздері, ладно, захаба деген фиғылмен айтып кетейік, я? Захаба деген фиғылмен құрастырып айтып кетейік. Захаба деген фиғыл. Сосын оған айтамыз, захаба дейміз, я? Захаба. Сосын захабу. Қазір жазамыз, сосын түсіндіремін не үшін бұлай жазатынымыз, я? Захабат. Захабат. Захабата. Захабата. Захабна. Захабна. Захабата. Харакаттардың барлығын жазуға тырысам, бірақ жазылмай қалған жерлерде иншаллах аудио бойынша, менің айтуым бойынша жазып алатындар өзіңе. Захабат. Захабата, захабна. Сосын захабта. Захабтума, мен астынан бастап үстіне жазып жатырмын, байқасаңдар, я? Захабтума. Захабтум. Захабтум. Захабти. Захабтун. Захабтума. Захабтума. Захабтунна. Захабтунна. Захабта. Захабтума. Захабтум. Захабти. Захабтума. Захабтунна. Захабту. Захабна. Захабна деп айтылады. Захаба деген фиғылдың жіктелуі, сөздері барлық жақтарда жіктелуі осылай күйінде жазылады. Осы күйінде жазылады. То есть, мына жерде үшінші жақ сөздері, үшінші жақ. Үшінші жақ мужской род. Мына колонкада сөздері, мына колонкада. Мына жақта үшінші жақ женский род. Женский род. Мына жақта екінші жақ, мужской род айтылады.
мына жақта екінші жақ женский род айтылады, иә? Захабти. Мына жерде бірінші жақ. Бірінші жақ мужской родқа да, женский родқа да бірдей жүретінін білеміз. Енді бұл схеманы именно осы күйінде жаттап аласыңдар. Захаба, захаба, захабу. Захабат, захабата, захабна. Захабта, захабтума, захабтум. Захабти, захабтума, захабтунна. Захабту, захабна. Деп, мына захаба деген фиғылдың әр жаққа, бүкіл жаққа жүктелуі осылай айтылады. Және айтылғанда астынан бастап үстіне айтылады. Және осы жерден, осы точкадан бастап айтылады. Түсінікті ма? Мына жақтан емес, мына жақтан емес. Мына точкадан бастайсыңдар. Захаба, захаба, захабу. Сосын келесі үстіге көтерілесің, келесі үстіге көтерілесің. Түсінікті ма? Осындай күйінде сарф кітабында, сарф сабақтарында береді сөздері. Сондықтан бұл уже сендерге сарфтан уже кішкене бастаулары сарф бойынша, иә, бұл фиғылдердің жүктелуі. Енді захаба деген фиғылды бәріміз білеміз. Мына захаба, захабата, захабтума, захабтум дегендер осы. Мына фиғылдер сөздері бұл екінші жаққа арналған. Екінші жаққа арналған, именно екеуге арналған. Ол екінші жақ біз екеуге арналған. Мынау міне біреуге арналған, мыналар жекеше түрге арналған, жекеше түр. Жекеше. Е? Жекеше. Мынау көпше. Мынау көпше. Мынау көпше. Е? Ал екілік мусанна ол бөлек айтылатын білеміз, е? Екілікке арналған, міне, захабтума, захабтума, захабата, захаба деген фиғылдер, осын екілікке мына захабна да жүреді. То есть екі адам да, үш адамда бізде захаба деген, захабна деген фиғылды қолданады. Түсінікті ма? Мына захабна деген фиғыл екілікке де жүреді, көпшеге де жүреді. Түсінікті ма? Көпшеге де жүреді. Сондықтан мына мусаннаға байланысты екілікке арналған тек қана осы фиғылдер. Мына фиғылдерді пока тимейміз. Просто сендерде мына таблица толық болу үшін осы жерге қосып отырмын, иә? Бәрін тікелей осылай жаттай беріңдер. Осылардың қалғандардың барлығы жаңағы жерде кездесті, кроме захабна шар кездеспегені, көпше түрге арналған. Біздер бардық дегенді білдіреді. Захабна, көрдік па? Нә бұл жерге де қосылып тұр сөздер. Бірінші жақтың нәсі бұл жерге де қосылып тұр. Енді мына фиғылдерді отдельно қарасақ, захаба, захабу, ол бізде бар, иә? Мысалы, захаба Мухаммадун иләл фасли. Захабу, мысалы, аттулабу захабу иләл фасли, мысалы айттық, иә? Захабат деген формада бізге түсінікті, иә? Фатимату захабат иләл фасли, мысалы, иә? Захабна, олар әйел адамдар көптер, иә? Ол да бізге таныс. Аттолибату захабна иләл фасли деп айтатынбыз, иә? Захабта, жаңа өттік, захабта, сен бардың, иә? Захабта иләл фасли, сен класқа бардың деп Алиге айтып жатырмыз, мысалы, ер адамға. Захабтум, сендер бардыңдар. Захабтум иләл фасли, сендер бардыңдар класқа дегенді білдіреді. Жаңағы жерде барлығы осы фиғылдер тұрды, барлығы болды. Просто мына таблица именно осылай жинақталып беріледі. Захабти, захабти, сен бардың әйел адамға айтылады. Захабтунна, сендер бардыңдар деп әйел адамдарға айтылады, көптерге, иә? Захабту, мен бардым, және захабту деп әйел адамды айтады, ер адамды айтады. Түсінікті ма? Захабту деп әйел адамды айтады, ер адамды айтады. Екеуіне бірдей жүреді, родқа бөлінбейді бұл жерде. Сосын захабна тоже бөлінбейді. Екілікке де жүреді, екі адамды айтады захабна деп, және көп адамды айтады. Үштен бастап та айтады захабна деп, біздер бардық деп. Түсінікті ма? Осы таблица именно осы күйінде жаттап алуларың керек. Және айта кететін нәрсе, кез келген фиғылды осы таблицаға салуға болады. Мысалы, хорожа деп осылай жазуға болады. Хорожа, хорожа, хорожу. Барлығының формалары, осындай жалғанулары бәрі бірдей. Науау, жамаға, нуну, нисо бәрінде солай жалғанады. Түсінікті ма? Және осы формула бойынша, осы таблица бойынша кез келген фиғылды мадин, именно мадин түрін осылай қоюға болады. Осындай түрге шығады. Бүкіл жақтарға осылай шығаруға болады. Мысалы, хорожаны хорожа, 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 хорожу, мысалы, иә? Хорожат, хорожата, хорожна деп салуға болады. Хорожта, хорожтума, хорожтум,
Хорочти, хорочтума, хорочтунна, хорочту, хорочна деп айтуға болады екен, түсінікті ма? Солай да айтуға болады. То есть кез келген фиғл мадинді осылай жақтарға бөлуге болады екен. Осы таблицаны иншаллах жаттап алуларың керек, иншаллах. Так, бұл нәрсені, сөздер, бұл таблицаны біз білеміз, я, менен өткендер біледі. Әр қайсысын алақан ретінде, мысалы біз оң қолымыздың алақанымызға өзімізге қарайтын болсақ, я, біздің саусақтарымыз бар, 5 саусағымыз, я, сол 5 саусақтың әр қайсында мына мизинец, кішкентай саусақтың, я, әр қайсында бөлімдер бар, я, ол саусақ 3-ке бөлінген, мысалы, я. Соны мына таблицаны да кейбіреулер жақсы жатталу үшін, жақсы представлять ету үшін, я, мындай көп шашыраңқы болып көрінбес үшін осы таблицаны қол ретінде де, алақан ретінде де бізге береді. Мынау кішкентай пальчик, мынау жаңағы безымянный, мынау орта пальчик, я, мынау жаңағы указательный, сосын мынау бас бармақ. Бас бармақта бізде 2 бөліктен тұрады, я, осы мынау алақан типі, алақан қылып салады. Яғни әр фиғл мына жерде әр бөлігінде тұр, көрдік па? 3-ке бөлінген, әр саусақтың 3 бөлігінде де фиғл орналасқан, түсінікті ма? Мына бас бармақта 2. Осылай салып та бізге түсіндірген. Түсінікті ма? Осылай салып та, осылай айтып та бізге түсіндірген сарфта өткенде. Иншаллах, осы мадиннің жіктелуі осылай, осы точкадан басталады, астынан үстіге қарай айтылады. Кез келген фиғлді осыған қойып жаттап алсаңдар, иншаллах, даже на скорость нас проверяли, сестры, да, на скорость тездетіп айту үшін. Кез келген сөйлемді, кез келген жаққа уже тездетіп айтуға осы иншаллах көмектеседі, түсінікті ма? Осыны иншаллах жаттап аласыңдар. Так, ары қарай еғробына келетін болсақ, еғробын айтып кететін болсақ, сестры. Бұл жерде еғроптар айтылды, аюдың еғропаға өтілмейді. Мысалы, харачту минал фасли. Мен класстан шықтым деген юмля фиғлия болсын, я. Хараджа отдельно қарастырылады, әрине, оған фиғл мадин, мабниюн, аля сукун делінеді. Бұл жерде тә қосылған уақытта, сестры, тә фағл қосылған уақытта бізде фиғл сукундалады. Сондықтан мабниюн аля сукун литти солихи деп түсіндіреміз, әрине. Би тәил фағил деп айтылады. Ла махалла лаху минал иғроб. Яғни тәул фағил, ол тәнің аты тәул фағил, сестры. Ол дамир болып зеттеледі. Дамир муттасил мабниюн аля дом, фи махалли роф фағил болады. Фи махалли роф фағил болады. То есть хараджту дегенде хараджа фиғл, тә бізде фағил, түсінікті ма? Минал фасли ол жар уал мажрур, харф жары деп, ағаны исі мажрур деп еғроптауға болады. Так, ал егерде көпше түрде болатын болса, мысалы хараджтум деген болатын болса, хараджтум деген болатын болса, сестры, хараджаға дәл солай отдельно айтамыз, фиғл мадин, так, мабниюн аля сукун литтисолихи по причине присоединения к таул фағил. Би таил фағил деп айтады. Би таил фағил ла махалла лаху минал иғроб делінеді. Таул фағил дәл солай дамир муттасил мабниюн على الضم في محل رفع فاعل. Ал мына мимді әшен харф деп алады, қазір айтамыз. Мим деп та көрдік па? Мим деп атауын айтып тұрмыз. М деп айтып тұрған жоқпыз да, мысалы. Мим ол харф, мысалы, аламатул жамғил музаккар деп айтылады. Аламату жамғил музаккар деп айтылады. Так, продолжим. То есть, мим бұл жерде харф просто, да, аламатул жамғил музаккар. Мысалы, көп
еуроптарда даже харф деп те айтпайды, просто аламатул жамғил музаккар деп айтады. Просто ол харф екені белгілі, ешқандай несі жоқ. Мысалы, хараджтунна деп айтатын болсақ, хараджтунна деген болатын болсақ, женский родта, иә, хараджтунна деп айтатын болсақ, харожаны дәл солай айтамыз. خرج فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل لا محل له من الإعراب. تاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والنون المشددة شدلانغان نون مشددة ол просто علامة الجمع дейміз, مؤنث جمع المؤنث деп айтылады. Просто харф علامة الجمع المؤنث болды. Ешқандай қиындығы жоқ, иә. То есть бірінші томда әрине, бірінші томда тунна деп бір дамир деп алуға болады. Тун деп бір дамир деп алуға болады. Кейбіреулер солай да өтеді, это без проблем. Тек алдағы уақытта иншаллах айтылады әрине, ол бөлек нәрсе екеніне, потому что дамир деп тек мына ту ғана есептеледі. Ту ғана тек дамир болып есептеледі да. Ал мына нун және мим жаңағы шархта да болды ғой, иә. Олар аляматул жамғ екенін білдіреді да. Мына шархта да айтылды, сондықтан бөлек айтуға тура келеді. Мына жерде аляматул жамғ музаккар, аляматул жамғ муаннас деп айтылып тұр. Түсінікті ме? Осылай айтылады, сөздер. Жаңағы схеманы иншаллах дұрыстап қайталап алыңдар өздеріңе тағы да. Сосын еуроптарына мән беріңдер иншалла. Егер хараж та дейтін болсақ, тәні уже таул фағыл дамир муттасил мабниюн алал фатх деп аламыз. Смотря мына ту деген нәрсе даммамен тұр ма, әлде тә болып тұр ма, әлде ти болып тұр ма, соған байланысты харакатын өзгерте береді, мағынасына байланысты, иә. Соны ескереміз. Иншалла осымен бізде 14-ші сабақ аяқталды. Келесі сабақта иншаллах кездесеміз. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Баракаллаху фикунна ва джазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.